Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адам баласының бұл дүниедегі әлсіз тұстарының бірі мал дүниеге деген махаббат. Қасиетті Құранда Алла Тағала адам баласын дүниеге деген қызығушылығын былай деп сипаттаған: әйелдер, балалар, қап-қап алтын мен күміс, асыл тұқымды сәйгүліктер, төрт түлік мал мен егін жай сынды нәпсінің құмарын арттыратын дүниелер адамдардың көз жауын алатындай тым тартымды етілді. Әсілі бұлар дүние тіршілігінің өткінші қызығы мен бұйымы ғана деген. Дініміз адам баласына адал кәсіп істеуге, еңбек етіп мал табуға тыйым салмайды. Тек бұл өмірдің мәнісі мал табу болып кетіп, көр соқырлыққа түсіп қалудан сақтандырады. Шәкәрім бабамыз да мақтан үшін мал жима, жан үшін жей, қазаққа көз сүзбестің қамышын жей, арың сатпа, терің сат, алалды ізде, ғибадат пен адалдық ар үшін жей деген екен. Кешегі Хакім Абай да көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын шөп алдырған дейді. Адам жүрегінде қанағат болмаса, дүниенің соңына жеткен ешкім жоқ екендігі белгілі. Кей ғалымдар дүниені артына түсіп қанша қуғанмен жеткізбейтін көлеңкеге теңеген. Керісінше күнге қарсы жүрген адамның көлеңкесі артынан еріп отыратындығы сияқты, ақырет үшін амал жасаған пенденің Алла Тағала дүниені артынан өзі ергізіп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімнің уайымы ақырет болса, Алла Тағала оның байлығын жүрегіне салып береді. Оған дүние мәжбүр болып өзі келеді. Ал кімнің уайымы тек дүние болса, Алла Тағала оның кедейшілігін екі көзінің ортасына қойып қояды. Алла Тағала оған жазғанынан артық еш нәрсе бермейді деген. Хазірет Осман, Алла оған разы болсын, дүниені ойлаумен жүректі кір басады, ақыретті ойлаумен жүректі нұр басады деген екен. Кеменің су бетімен қалқып жүргені дұрыс. Алайда су кеменің ішіне кіретін болса, оны теңіз тұңғиығына батырып жібереді. Осы сынды дүние адамның қалтасында болғаны жақсы. Себебі қалтасында дүниесі бар адам отбасын қажетті нәпақамен қамтамасыз етіп қана қоймай, туыстары, міскіндер және басқаларға қол ұшын беріп, сауап алу мүмкіндігіне ие болады. Бірақ ол дүние қалтасынан жүрегіне ауысар болса, дертке айналады, күнә тұңғиығына батуы әбден мүмкін. Бұрынғы өткен ізгілер, ғалымдар қандай еді? Олар кәсіппен де айналысты, ауқатты, бай болғандар да болды. Бірақ олар еш уақытта дүниені жүректеріне бекітпеген. Олар Құдай үшін бере білді. Олар қысқаша айтқанда дүниені жүрекке ұстаған жоқ, дүниені алақанға ұстады. Сол үшін олар Алла жолында қиналмай берді, қиналмай көмектесті. Ешқандай ойланбастан дүниесін садақа етті, зекет ретінде берді, міскінге көмектесті, қол ұшын берді. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз да мал мүлік жидым деп мәз болма, жан кеткенде кетеді деген екен. Сондықтан нағыз мұсылман дүниелік және ақыреттік істердің арасын тең ұстайды. Адал еңбек етеді. Малын адал жолмен табады, зекетпен садақасын береді және дүниеге шамадан тыс байланып қалудан сақтанады. Қорыта айтқанда, дүние уақытша сынақ әрі уақытша берілген мүмкіндік. Ал адамның шынайы бақыты мен мәңгілік мекені Алланың разылығына жетуде жатыр. Сол үшін мұсылман дүниені емес, Алланың разылығын басты мақсат етеу керек. Раббым Алла баршамызға өзінің разылығын нәсіп етсін.